Сізді ынталандыратын 15 кеңес. Бека Төлеу YouTube арнасына қош келдіңіздер. Кеттік. Мотивация жетістікке жетуді қамтамасыз ететін ынталандырушы күш. Бұл күшті іске қосу әркімнің өз қолында. Өз өнімділігіңізбен жарысыңыз, оны арттыруға, жетілдіруге тырысыңыз. Қазірге дейінгі болған сәтсіздіктеріңіздің артта қалғанын ойлаңыз. Әр жаңа күннің жаңа бастама екенін ұмытпаңыз. Еңбегіңіздің зая кетпейтінін, міндетті түрде жемісін көретініңізге сеніңіз. Өз-өзіңізге деген сенімділігіңіз өте маңызды. Қандай да бір істі орындай алатыныңызға, немесе алдына қойған мақсатыңызға жете алатындығыңызға, жетістікке жететініңізге сену осы жолдағы ең әсерлі күш-жігер беретін мотивация. Бұл іс қиын, бұл сабақ қиын, бұл жұмыс қиын деген сияқты тежеуші ойлардың орнына қажетінше тырысатын болсам, бұл менің қолымнан келеді деп ойлау керек. Жетістікке жетудің ең маңызды негіздерінің бірі алға мақсат қою. Мақсатсыз адам жүзетін бағытын білмейтін кемеге ұқсайды. Оған ешкім көмек бере алмайды. Қазіргі сәттен бастап алдыңызға мақсат қойыңыз. Қысқа, орта және ұзақ мерзімді мақсаттарыңызды жоспарлаңыз. Осы жыл ішіндегі басты мақсаттарыңызды белгілеп, ынта-жігерлеріңізді осы мақсатқа қарай шоғырландырыңыз. Іс-шараларыңызды маңыздылығына қарай реттеңіз. Күш-жігеріңізді маңыздыларына қарай жұмсаңыз. Алға қойған мақсатыңызды үлкен әріптермен жазып, мәселен, жұмыс толыңызға қарсы алдыңызға көрінетіндей етіп іліп қойыңыз. Адам бір нәрсені бүкіл ынта-жігерімен, шын жүрегімен қалап тырысып бақса, оны ала алмайтын қамалы болмайды. Еш нәрсе қол жеткізе алмайтындай биікте емес. Мен алдағы мақсатым YouTube арнамдағы оқырмандар санын 100-ге жеткізу. Кәне достар, көмектесіп жіберіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет. Достар, алтын уақыттарыңызды бөліп, видеоны назар аударғандарыңызға рахмет. Подписаться кнопкасы арқылы YouTube арнама жазылыңыздар, колокольчикті басыңыздар, комментарийға келесі көргіңіз келетін видео тақырыптарын ұсыныңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.